Біз өміріміздің алғашқы күнінен бастап еліктеу әдісімен өмір сүреміз. Бізге қоршаған ортамыздың ықпалы зор болады. Ешқандай кітап бізге айналамыздағы адамдар сияқты керемет ықпал етіп қалыптасуымызға әсерін тигізе алмайды. Егер біз өзімізден мықтырақ, жақсырақ адаммен сөйлесе бастасақ, рухани өсе бастаймыз. Егер де керісінше өзімізден нашар адамдармен араласа бастасақ, бір орыннан қозғалмаймыз. Дегенмен де біз бұл ықпалды жете бағалай бермейміз. Өйткені ойлау образымызды дербес деп ойлаймыз. Өзгерістер орын алған сәтте ғажайыптар болады. Дегенмен сіз өз комфорт аймағыңыздан шығып, тәуекелге бара білуіңіз керек және сізге сәттілік керек. Сізге сәттілік шын мәнінде керек пе? Сізге үлкен сәттілік керек. Сәттілік дегеніміз не? Бірінші, ол қай кезде жүзеге аспайтынын айтуға рұқсат етіңіздер. Ол адамның күш-жігерін жұмсамай қол жеткізе салатын қалауы емес. Фрэнк Синатра бір түннің ішінде әйгілі болды. Теледидардағы бір тікелей эфирден оны бүкіл әлем таныды. Оның басына қонған таңғажайып сәттілік туралы сұрағанда, ол біріншіден бұл түнді ұйықтап қалмай ояу өткізгенімнің өзі сәттілік. Екіншіден, мен бұған 10 жыл дайындалдым деген екен. Гольфтың кәсіби ойыншысы Бернард Лангер бірде допты ағашқа лақтырады да, ол жоғарда бұтақтардың арасында тұрып қалады. Бұл ұтылды деген сөз еді. Алайда Лангер ағаштың үстіне шығады да допты төменге қарай ұрады. Доп болса алаңның нақ ортасына келіп түседі. Лангер допты лункаға алып келіп турнирді ұтып алады. Одан Лангер мырза, бұл керемет сәттілік болды деп ойлаймын деген журналистке, иә, мен де байқадым, мен жаттыққан сайын менің жолым бола түседі деген екен. Керемет сәттіліктің түп тамырына үңілетін болсақ, оның көп жылғы ұзақ дайындықтың нәтижесі екенін көреміз. Сәттілік қайдан пайда болады? Қаржы жағынан үнемі жолы болғыш адамдар болады. Алайда оған тереңірек үңіліп лупамен қарайтын болсақ, оның ар жағында үлкен дайындық жатқанын көреміз. Әдетте бұл үнемдеуді үйренген адамдар. Олардың қолында белгілі бір мөлшерде қаржы бар және олар өздеріне берілген мүмкіндікті қолдана білуді үйренген адамдар. Сәттілік бізге мүмкіндіктер арқылы келеді. Кейбір адамдар есіктерін қағып тұрған бақыттарын байқамайды. Олар мүмкіндіктерін жіберіп алады. Өзінің есеп-шоттарымен басы қатып жүрген адамдар берілген мүмкіндіктерді байқамайды әрине. Енді біреулері бұл мүмкіндіктерді көрсе де шешім қабылдауға жүрексініп кейінге шегере береді. Алайда жақсы мүмкіндіктер кешіккендерді күтпейді. Желдей есіп өте шығады. Сондықтан бірден әрекетке көшу керек. Тек кейбір адамдар ғана мүмкіндіктерді танып, қажетті капиталға ие болады және бірден әрекетке көшеді. Оларға сәттілік серік болады. Ал санаулы адамдар ғана жаңа мүмкіндіктерді өздері іздей бастайды. Міне ондай адамдардың шын мәнінде өмірі сәттілікке толы болады. Сонымен сәттіліктің құрамдас бөліктері: капитал жинау, мүмкіндіктерді тани білу, тез шешім қабылдап, тез әрекетке көшу. Егер адамның шын мәнінде жолы болғыш болса, ол өзінің бағына қарай жүрді деген сөз және тәуекелден қорықпайтын адам болғаны. Біз раушан гүлді көреміз де оның тікенектерін байқамаймыз. Біз сәттілікті көреміз, бірақ оған дайындықты байқағымыз келмейді. Біз басқа адамның сәтсіздігін көрмейміз. Сіз бақытты адамдар өзінің бақытына бара жолда қалай дайындалатынына білгенде таң қалатын боласыз. Біз өзіміз түсіне бермейтін нәрселерді ғажайып немесе сәттілік деп атауға әуеспіз. Алайда ғажайыптар қолдан жасалатынына көз жеткіздік. Сондай-ақ сәттілік те көп жылғы дайындықтың нәтижесі. Ғажайыпты өзіміз түсіндіріп бере алмайтын кереметтердің қатарына жатқызамыз ба, әлде өзімізді сәтсіз адамдардың қатарына жатқызамыз ба, бұл тек өзімізге байланысты. Осылайша өзімізден жауапкершілікті алып тастаймыз, ал сәтсіздіктеріміз бұған керемет себеп болады.
Дегенмен өз тағдырыңызға жауапкершілік алатын болсаңыз, өз бақытыңызды жоспарлай аласыз. Әрбір адамның сәттілікке жолығуға мүмкіндігі бар. Осыдан келіп мынадай сұрақ туындайды. Өміріміз үшін, оның ішінде ғажайыптар мен сәттіліктер үшін жауапкершілік алғымыз келе ме? Егер иә деп жауап берген болсаңыз, сіз қандай мүмкіндіктерге ие болатыныңызды білгенде таң қалатын боласыз. Егер жоқ десеңіз, онда мен жолы болмайтын адаммын деп айтатын боласыз. Және өзіңіз солай деп отырған соң, оны кім жоққа шығаруы мүмкін. Егер өз өміріңіз үшін жауапкершілік алсаңыз, бақытыңызды жоспарлай аласыз. Ғажайыптарды жасау оңай ма? Кітаптың басқа бөлімдерін оқи бастағанда бәрі оңай екенін аңғарасыз. Бұл онсыз да оңай, бай болу оңай, кейбір тәртіпті ұғынып қолдансаңыз болғаны. Тап қазір үстеліңізге отырып, 1 сағат кітап оқып, 5 минут табыс журналыңызға жаза аласыз ба? 90-ына 1 рет семинарға бара аласыз ба? Айналаңызға таңдаулы адамдарды жинай аласыз ба? Иә, әрине, өйткені бұны ұғыну оңай. Десек те, бұны жүзеге асыру оңай емес. Жеңіл істердің өзін жүйелі түрде жасау керек болса, оңай болмай шығады. Тәртіп пен әдеттерді өзгерту оңай шаруа емес, бұл тіпті де қиын шаруа. Есіңізге түсіріңізші, бір нәрсені бастаймыз да аяғына жеткізбей тастаған кездеріміз қаншама. Мұнымен қалай күресеміз? Тәртіп пен жаңа әдеттер жаңа сенім ережелерінен басталатынын байқайсыз. Оларсыз біз ескі әдеттерімізден арыла алмаймыз, алайда біз жаңа сенім ережелерін жасайтын болсақ, жаңа әдеттеріміз мәселе туындатпаса керек. Сіз дайын болмасаңыз, шанс пен мүмкіндік маңыңызға да жуымайды. Дайындық ішкі қалаудан басталады. Өз тағдырыңызға өзіңіз жауап беретініңізге шын мәнінде сенесіз бе? Өзіне жауапкершілік алған адам алға қарай нық қадаммен жылжи алады. Ұлы істер туралы айтқан болатынбыз. Ұлы істер деп нені айтамыз? Мүмкін сіз өзіңізге оңай бір іспен айналыстыңыз делік, ал басқа адамдар бұған таңдана қарайды. Бәрі керісінше болуы да мүмкін. Сіз жанталасып күресесіз, қорқынышты жеңуге тырысасыз, басқалар оны байқамайды. Сондықтан да өзімізді басқа біреудің өлшемімен өлшемеуіміз керек. Төмендегі сөйлемдерді оқи отырып, өзіңіздің тәуекелге қаншалықты дайын екеніңізді анықтаңыз. Кейде ескі жолмен жүргенде, жаңа жолмен жүргенмен бірдей қауіпті екенін ұмытып кетеміз. Ескі жол бізге таныс болғандықтан қауіпсіз деп ойлауымыз қате. Өмір ойын, тәуекелге бармаған адам ұта алмайды. Өмірде сенімнен кездейсоқтық басым. Бәрін тез арада істеңіз, өйткен адам үлкен табысқа жету үшін ешқашан түбегейлі дайын болмайды. Ештеңе істемеген адам ғана қателеспейді. Белгісіздіктің сырқаты белгілі нәрсенің ауруынан әлде қайда ауыр. Әрбір іс-әрекет жоспарының өз құны мен тәуекелі болады. Бірақ олар комфортпен ештеме істемеудің құны мен тәуекеліне қарағанда әлде қайда аз. Сіз ұтылудан қорықсаңыз, онда ештеңе ұтпайсыз. Тәуекелге бара біліңіз, еденнен ешкім құлаған емес. Егер біз өзіміз үшін өзгерістер қаласақ, онда бірінші өзіміз өзгеруіміз керек. Әрбір өзгеріс біз үшін тәуекел. Өйткені біз қалыпты әдеттегі ортамыздан шығамыз. Алайда тұлғалық өсу комфорт аймағынан тыс жүзеге асады. Менің тәлімгерлерімнің бірі өзіңнің комфорт аймағыңнан шық, әрбір шешілген проблеманы жаңа қиын проблемамен алмастыр деген болатын. Өзін өзі жете бағаламайтын адамдар тәуекелге бара алмаймын деп қорғанады. Ғажайыпқа қол жеткізу үшін тәуекелге бара білу керек. Егер жаңа қадам басарда сіз қобалжымайтын болсаңыз, онда бұл қадамның сіз үшін маңызы шамалы. Сенсациялық сәттіліктің жақындап қарағанда тіпті де сенсациялық емес екенін, ол ұзақ дайындықтың нәтижесі екенін көреміз.
Біз қаншалықты сәтті адам екенімізге өзіміз жауаптымыз. Сондай-ақ өмірімізде болып жатқан ғажайыптарға да жауаптымыз.